Баршаңызға сәлем. Intense Maths онлайн курсының 4-ші сабағы. Бүгінгі сабақта біз жай бөлшектерді салыстыру туралы өтетін боламыз. Жай бөлшектерді салыстырмас бұрын біз натурал сандарды салыстырып білуіміз керек. Мысалы, 9 бен 11 деген санды салыстырайық. 11 9-дан үлкен болғандықтан біз үлкен жағын таңбаның үлкен жағына 11-ге әрине, ал кіші жағы 9-ға қарайды. Дәл осылай 9 бен 6 саны осыны керісінше жазамыз. Үлкен жағы 9-ға, ал кіші жағы 6-ға қарайды. Егер екі сан тең болса, онда қарапайым тең деген белгіні белгілейміз. Енді баршаңыз натурал сандарды салыстырып біледі деп есептеймін, сондықтан жай бөлшектер салыстыруға көшейік. Бөлшектерді салыстырмас бұрын біз қарапайым нәрсені білуіміз керек. Кез келген бөлшектің жалпы алымы бөлімінен кіші болған кезде ол сан бірден кіші болады. Ал керісінше болған жағдайда ол бірден үлкен болады. Мысалға, 5000 1 мен 5000-ды біз бөлсек, 5000-ді 5001-ге, онда примерно 0,99 деген санды аламыз. Ал сол секілді кішкентай сандарды алайық. 3-тен 5 мысалы. 5-ті 3-ке бөлетін болсаң, 1,66 деген санды аламыз. Сондықтан екі бөлшек беріліп тұрса, ең алдымен бөлімдер мен алымдарын араймыз. Егер бөлімі алымнан өте қатты үлкен болатын болса, онда сол сан кіші болады. Жай бөлшектерді салыстырудың 3 этапқа бөлеміз. Бірінші этапта оның бөлімдері бірдей болған жағдайда, олардың алымдарын салыстырамыз. Яғни, алымы үлкен болған жағдайда сол сан үлкен деген сөз. Бұл жерде 10-нан 2 мен 10-нан 3 берілген, екі бөлшектің бөлімдері бірдей, алымдарын салыстырамыз. 3 әрине 2-ден үлкен, сондықтан үлкен таңбасы 10-нан 3-ке береміз. Екінші этапта, егер олардың алымдары бірдей болған жағдайда, онда бөлімдерін салыстырамыз. Егер бөлімі көп болса, онда сол сан аз деген сөз. Немесе бөлімі кіші болған жағдайда, сол сан үлкен деген сөз. Бұл жерде 15 пен 3 пен 17-тен 3 берілген, алымдары бірдей, салыстырамыз бөлімдер. 17 15-тен үлкен, сондықтан 15-тен 3 біздің 17-тен 3-тен үлкен болып есептелген. Үшінші этапта ол сәл қиынырақ болуы мүмкін, бірақ та тез үйреніп кетеміз. Бұл жерде бөлшектің алымы да, бөлімі де әртүрлі сандар болған жағдайда. Мысалға, 5 пен 4 және 3 пен 7. Енді мұқият қараңыздар. Бұл екі санды салыстыру үшін біз мынандай тәсіл пайдалансақ болады. Қарама-қарсы жатқан сандарын көбейтеміз. Мысалы, 3 пен 4, ал 5 пен 7 бір-біріне қарама-қарсы тұр. Көбейткенде 7 мен 5-ті көбейткенде 35, ал 3 пен 4-ті көбейткенде 12. Сосын 35 пен 12-ні салыстырамыз. Қайсы үлкен? Әрине 35 үлкен. Сондықтан үлкен таңбасын 3-тен 7-ге береміз. Бұны енді қалай шыққан түсіндіріп кетейін. Жалпы оларға ортақ бөлім келтіріледі, немесе бірдей санға айналады бөлімдері. Бұл жерде бірдей санға айналдыру үшін біз 5-ті 3-ке көбейтеміз, ал 3-ті 5-ке көбейтеміз. Бөлімдерін сол санға көбейткені үшін алымдарында да көбейтеміз. Алымын мысалы мына жерде 3-ке көбейткенде 4-ті 3-ке көбейту 12 шығады, ал 3-ті 5-ке көбейткенде 7-ні 5-ке көбейту керек болады, ондықтан 35. Жалпы осылай шығып тұр. Әрине бұл оңай тәсілі, сондықтан осыны үйреніп алғаныңыз жөн болады. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.